Барлықтарыңызға сәлем, және де бүгінгі видео өте бізде басқаша форматта болады. Бүгінгі видеода біз ниш туралы айтатын боламыз. Егер сіздер нишқа түсейін деп жатсаңыздар, ништа оқитын болсаңыздар, сіздерге бұл видео қызық болады деп ойлаймын. Менімен бірге қалыңыздар, біз бастаймыз. Және видеоның барысында сіздерге керекті кеңестермен және өзімнің оқиғамды айтатын боламын. Өздеріңізбен бірге чай, су алып алсаңыздар болады. Біз видеоны бастаймыз. Ниш, егер сіздер білмесеңіздер, Ниш Назарбаев зияткерлік мектебі Алматыда, енді бір санаулы қалаларда ма, білмеймін, әйтеуір бар. Ниш, жалпы мен Ниш туралы ешқашан білмегем. Осы 5-ші сыныпқа келгенде білдім. Сынып жетекшім, мама жиналысқа барып келеді. Содан кейін сынып жетекшіні айтады, Назарбаев зияткерлік мектебі бар, тапсырып көрейік деп. Сосын жарайды деп біз сөйтіп тапсыратын болдық, құжаттар жоқ, дайындалдық. Мен негізі сол кезде нешті армандап түскім келді, бірақ менде Назарбаев зияткерлік мектебіне түсуге тек қиял болды, бірақ нормальный әрекет болған жоқ. Мен нормальный бір неге мысалы ағылшын тіліне толығымен қызыққан жоқ. Мен жоқ сабақты жақсы оқимын, бірақ та ағылшын тіліне бұрынғыда мен толық қызыққан жоқпын, толықтай қызығым болған жоқ. Сөйтіп әйтеуір күндер өтіп жатты, сөйтіп біз документті тапсырдық. Документті наурызба айында тапсырдық. Содан кейін біз алғашқы емтихан болды. Алғашқы емтихан күні біз бардық. Жоқ, документтерді біз қаңтарда тапсырдық, емтиханды көктемде тапсырдық, сондай бір жылы кезде тапсырдық. Сөйтіп біз бардық. Біз таңғы сағат 5-те ма тұрып кеттік. Сөйтіп бардық тапсыруға. Барған кезде менде ең алғаш негіз кірдім. Кірген кезде прям ағайлар ішіндегі барлығы ұнады, барлығы күлімсіреп отырды. Сосын біз кішкене 1-2 сағат күттік, кәдімгідей тест білмеймін таратпады бізге, кәдімгідей күтіп отырдық. Содан кейін біз таңғы сағат 5-те тұрғанда мен сол жерге барып ұйықтап қалдым. Содан кейін мен ұйықтап қалдым, басын партаға қойып ұйықтап қалғам. Сосын ұйықтап қалғаннан кейін мені бір сол жақта жұмыс істейтін бір ағайыма сол бір оятады. Сен тест тапсырайын деп жатыр екенбіз. Тест тапсырған кезде камералар қосылып тұрады. Бірақ мен оны білген жоқ, мен оны шыққаннан кейін білдім. Солай бізге тесті берді. Сөйтіп мен тапсырдым. Тапсырдым. Вроде нормальный болды. Негізі тест негізі қатты былай сіздер ойлағанда қиын нәрсе емес, өте негізі нормальный, просто мен ол жолы менің қателігім, ол дұрыс дайындық болмады. Мен тек қосымшаға қатыстым, тек барып қайтадан келіп қайталамастан жатым. Қосымшаның кейбір кездерін біз достарымызбен өткіздік деген сөйтіп қосымшаға дұрыс барған жоқ. Мен негізі А+қа барғым келді, арнайы дайындалатын жер. Егер сіздер баратын болсаңыздар, сіздерге соны кеңес берем. А+қа барсаңыздар, мүмкін түсу мүмкіндіктеріңіз жоғары болуы мүмкін. Бірақ жалпы мен оған бармадым. Бірақ та мен оған барғым келді, бірақ та мен ұзынағашта тұрам, А+ Алматыда, оғандықтан оны біз толықтай звондап, зерттеп етіп көрген жоқпыз. Солай. Мен жалпы почти 500 балл алдым. Ол кезде мен 500 балл алдым. Сандық сипаттама деген болады. Математика и ол кезде ағылшын, орыс тілі. Осы 4 пәнға деді. Ұмытып қалмасам, сол 4 пәнді тапсырдық. Содан мен 500 балл почти алдым. Но ол кезде негізі түсуге болатында еді. Просто мен сіздерге қайталап айтамын, менде дайындық дұрыс болмады. Сол үшін сіздерге айтарым, барынша дайындалыңыздар. Мысалы мен қазіргі деңгеймен тапсырсам, мен ойлаймын, қазір түсе аламын деп. Бірақ қазір мен уақытым өтіп кетті, потому что 7-ші сыныпта құжаттар тапсырады, немесе 6-ші сыныпта құжаттар тапсырып, 7-ші сыныптан қателеспесем балаларды қабылдайды.
7, 8, 9, 10, 11. Ішіне нешта негізі 12 сынып деп айтып жатады. Енді мен уақыт көрмедім, сондықтан солай. Және сіздер де бұл видеоны тоқтатып, өздеріңіздің оқиғаларыңыз қалай болды, немесе түсіп жатсаңыздар қанша бола алдыңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер, маған өте қызық. Негізі бұл видеоны түсірейін деп ойламадым, просто қарап жатсам, көбісі неш туралы түсіреді екен. Сол үшін мен де өз оқиғамды бөлісіп, сіздерге бір кішігірім кеңестер айтайын дедім. Ұнады деп ойлаймын. Жалпы сіздерге айтатыным тек қана дайындық, дұрыстап дайындалыңыздар, арнайы курстарға барсаңыздар тіпті керемет. Егер оған келмей жатса, үйде торта дайындалуға болады. Тағы да айтамын, еш соншалықты қиын емес тесттері, уақыттар өте жеткілікті деп, енді жалпы маған жеткілікті болды. Просто мен нашар болды. Сол кезде мен ағылшын тілінен, орыс тілінен вообще қызықпадым, бірақ содан кейін мен уже ағылшын тілін оқып кеттім. Және ол кезде мен ағылшын тілім орташа деңгейде емес, одан да төмен кішкене деңгейде болды. Мен мектепте оқығанша, бірақ та толығымен дұрыстап тұрып оқыған жоқпын. Және біз ағылшын тілі курсты кішкене біз құжаттарды тапсырдық қаңтарда, содан кейін бір аптадан кейін ағылшын тілі курс іздедік. Үйдің жанынан оңай болатындай барып соған қатысып жүрдік. Бірақ ол жақтағы ағылшын тілі мені прям ниш бойынша дайындаған жоқ, потому что программасын білмейді. Сол үшін сіздерге айтарым, программасын білетін, сондай жерге барып тапсырыңыздар. Құжаттарыңызды тапсырып, ақшасы қанша болса да, түсулеріңізге гарантия өте көп. Нешто жалпы қиын нәрсе емес. Негізі нешто адамдар өте көп болады, және біз ең соңғы рет тапсырған кезде керемет бір немен шығарып тастады. Бір адам, бір жүргізуші болды, сол қолдарында былап қайтар деп шоу болды. Сол жақта ең соңғы қайтар кезде керемет қылып шығарып салды. Және сіздерге де солай болады деп ойлаймын. Қазіргі енді білмеймін, бірақ та мен осыдан қазір 8 сыныпқа 2 жыл бұрын ба тапсырдым. Бірақ ол кезде мен 1 жыл дайындалдым, 5-тен 6 сыныпқа дейін, и то дұрыс дайындалған жоқпын. Поэтому сіздерге айтарым, тек қана дайындық, сіздерден күтемін. Және ұнады деген ойдамын. Осымен қысқа әрі нақты видеомыз бітті. Ұнаса лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер, және нешқа қалай түсуге болады туралы. Негізі менде айтар советтерім өте көп. Егер сіздерге ұнап жатса, керек болып жатса, мен сіздерге келесі видеода айтатын боламын. Мен ешқай өзім салмадым, бірақ та мен оған ешқандай қынжылып жаман нәрсе болған жоқ. Себебі өзім мектебім де жақсы, бірақ та қазіргі таңда егер сіздер ешқай салмай жатсаңыздар, сіздерге тағы да бір кеңес, КТЛ деген бар, немесе дарын мектептері бар, гимназиялар бар, мүмкін соларға да тапсырып көріңіздер бірден соларға тапсырсаңыздар, сіздер хотя бы оның бір үйесіне түсулеріңізге мүмкіндік бар. Соны ұмытпаңыздар. Ал енді осымен біздің видеомыз аяқталды. Барлықтарыңызға сау болыңыздар.